Армысыздар, құрметті қауым. Абай қаласының орталық аудандық кітапханасы 20 наурыз қоғам және мемлекет қайраткері Жұмабек Тәшен күніне арналған «Тау тұлғалы Тәшенов» атты бейнероликті ұсынады. Жұмабек Ахметұлы қазақ тарихындағы шоқтығы биік мемлекет және қоғам қайраткері. Ақмола облысы Аршалы ауданы Танакөл ауылында 20 наурыз күні 1915 жылы дүниеге келген. Ол 1933 жылы ағасы Манаптың ақылымен Ақмола құрылыс техникумына оқуға түседі. Талапты жасты партия басшылығы техникумдағы оқуын аяқтатпай, 1934-1938 жылдары Красноармейский, Ақмола, Вишнев, Нұра аудандарына жауапты қызметтерге жібереді. Арнаулы орта білім алған, екі тілде оқып, жаза білетін, іскерлік қабілеті бар қазақ жастары ол кезде кеңес партия жұмысына ауадай қажет болатын. Жұмабек Ахметұлы өзінің өмір баянда 1928 жылдан бастап 1940 жылдары комсомол мүшесі болғанын көрсетеді. Жас Жұмабек Ақмоладағы жастар ұйымының жұмысына қатысып, қала жастары арасындағы қоғамдық саяси жұмыстарды жүргізуде ұйымдастырушылық қабілетімен ерекшеленеді. 1940 жылы коммунистік партия қатарына қабылданады. Қызмет жолын аудандық комитеттің хатшылығынан бастаған, ол кезде Тәшенов 19 жаста болған. Сөйтіп 23 жастағы өткірде іскер жігіт солтүстік Қазақстан облысындағы қоғамдық тамақтандыру бөлімінде істейді. 25 жасында облыстық жер бөлімі бастығының орынбасары болды. 29 жасында облыстық партия комитетінің басшысының орынбасары. 37 жасында Ақтөбе облысы партия комитетінің бірінші хатшысы. 40 жасында Қазақ СССР жоғарғы кеңесінің төрағасы болды. 1941 жылы Жұмабек Ахметұлы осы ауданда қызмет істеп жүрген өзі сияқты жас маман Бәтес атты бойжеткенмен танысады. Жұмабек Ахметұлының зайыбы Бәтес Ыдырысқызы Тәшенова Ақмола облысының Ақкөл ауданының тумасы еді. Жұмабек Ахметұлымен танысып, 1941 жылы екеуі отбасын құрады. Осы Бейнетқор ауданында тұңғыш баласы Саян 1940 жылы өмірге келеді. Жұмабекпен 45 жыл тұрмыс құрдық. Жұмабек бұл дүниеден тек шындық пен әділдікті ту етіп, ешкімге еш уақытта жалынбай өтті ғой. Тек жағдайын айтып, көмек сұрай келгендерге көмегін аямайтын. Ал өзіне еш нәрсе сұрамай өтті, деп Бәтес апай еске алады. Жұмабек Ахметұлы 1938 жылдан бастап 1952 жылдарға шейін солтүстік Қазақстан облысында шаруашылық, кеңес, партия органдарына қызмет етті. Петропавл қаласында ауданаралық көтерме сауда жәрмеңкесін ұйымдастыруға жетекшілік етеді. Бірақ жас Жұмабектің Петропавл қаласындағы қызметі тағы да ұзаққа бармайды. Партия басшылығы оны қайтадан өзінің үйреншікті ауыл шаруашылық саласына жібереді. Жұмабек Ахметұлы Тәшеновке берілген партиялық мінездемеде Тәшенов жолдас саяси жағынан жетілген, техникалық білімі сауатты, ауыл шаруашылығындағы басшылық жұмысты біледі, тәжірибе жүзінде өзін белсенді, талапты және өсетін қызметкер. Басқа партияларға мүше болған емес, оппозицияларға және антипартиялық топтарға қатыспаған, саяси сенімді және тәртіпті деп сипатталған. Жеке парағында автор өзінің 1951 жылы Қазақстан Компартиясының орталық комитетінің мүшесі болып сайланғанын көрсетеді. 1951 жылы Қазақ КСР жоғарғы кеңесінің депутат болып сайланады. 1952 жылы Ақтөбе обкомы мүшесі болып, ал 1952 жылы оған ең үлкен облыстың бірін басқаруды сеніп тапсырады. Жұмабек Ахметұлы Ақтөбе облысының 12-ші басшысы болады. Металлургия мен мұнай, химия өндірісі дамыған, жер аумағы үлкен, ауылдық жерде халқы сирек қоныстанған, жол қатынасы қиын, осы облысты басқарып нәтижеге жеткізеді.
Жұмабек Ахметұлы 1960 жылы Қазақстан үкіметінің басшы қызметіне бекітіледі. Ол кезде үкіметтің ресми атауы Қазақ-КСР министрлер кеңесі деп аталатын. Қазақ-КСР министрлер кеңесі кеңестік замандағы республикадағы мемлекеттік биліктің жоғарғы атқарушы және басқарушы органы болатын. Қазақ-КСР министрлер кеңесінің төрағасы қызметіне болғанда 212 пәтерлік үлкен жаңа технологиямен салынған үйді түгелімен өнер және әдебиет қайраткерлеріне бергізеді. Мәселен, осындай отбасыларға арнап салынған үйлерден Мағжан Жұмабаевтың жесірі Зылиха және басқалар пәтер алады. Қазіргі Алматы қаласындағы Қонаев пен Қабанбай Батыр көшелерінің қиылысындағы сол үй бүгінге дейін Қазақ ауылы немесе Тәшенов үйі деп аталады. Сонымен қатар Жұмабек Ахметұлы халықты орналастыру мәселесін шешуде де белсенді болды. Комиссия төрағасы ретінде Тәшенов сотталғандарды ақтау ісінде ғана емес, сондай-ақ қуғын-сүргінге ұшырағандардың отбасыларын, ата-аналары, лагерде қаза тапқан балаларды тұрғын үймен қамтамасыз етуде көп жұмыстар атқарды. Оны тікелей атсалысумен Сәкен Сейфуллиннің, Бейімбет Майлиннің, Ильяс Жансүгіровтің және басқа да сталиндік қуғын-сүргіннің темір құрсауында түскен тұлғалардың шығармалары қайта басылып жарыққа шықты. Никита Сергеевич Хрущев республиканы бөлшектеу туралы жобаны бірнеше рет көтерген болатын. Жұмабек Тәшенов әлбетте Қазақстанда территориялық бөлшектерге қарсы шықты. Қазақстанның 5 облысын аман алып қалды. Ұлы Отан соғысында қатысушы майдангерлерге ерекше қамқорлықпен қараған. Куәгерлердің естеліктеріне қарағанда Жұмабек Ахметұлы Бауыржан Момышұлы мен Рахымжан Қошқарбаевты Кеңес одағының батыр атағына ұсыну туралы мәселені бірнеше рет көтерген. Соғыстан оралғандарға қамқорлық көрсетті. Майдангер батыр, кейін генерал және тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш қорғаныс министрі болған Сағадат Нұрмағамбетовке де көмектескен. Жұмабек Тәшеновтың досы профессор Сағындық Кенжебаев былай деген екен: әскерлерді қамтамасыз ететін азық-түліктің үлкен орталығы болатын. Соның барлығына басшылық жасады. Ол кісі өзін мықты ұстады. Өмірдің қиын кезеңдерінде өзін көрсете біліп, жас кезінен талантты ұйымдастырушы болды. Жұмабек Ахметұлы Алматы қаласындағы көше аттарына да бағыт-бағдар беріп, Абай ақынның да атын бергізді. 50 теңге Жұмабек Тәшеновтың 100 жылдығына арналып 2015 жылы шығарылды. Қазақтың көрнекті жазушысы Ғабит Мүсірепов менің жүрегімнің төрінен орын алатын, менің ерінім, еркек күнім Жұмабектің қадамы құтты болсын деген бір кездегі жүрек жарды тілегі бүгіндері де әр қазақтың көңіліне қонымды сөз болып тұрғанына уақыт, тарих көрсетіп отыр. Өйткені елін жерін тоталитарлық жүйенің озбырлығынан қорғап өткен Жұмабек Тәшенов сынды азаматымыз халықтың жүрегінен мәңгі орын алды деп ашық айтатын заманға да жеттік деген екен. Қайраткердің қоғамдық саяси қызметі 1961-1975 жылдары Қазақстанның оңтүстік өңірінде жалғасқан. Сол уақытта ауыл шаруашылығын дамытып, өркендеуге өзіндік үлес қосып, өндіріс және қоғамдық салаларға жете мән беріп, әрдайым қолдау көрсетті. Нәтижесінде қазақ халқы тығыз орналасқан оңтүстік Қазақстан өңірі әлеуметтік экономикалық жағынан өркендей түсті. Шымкент қаласындағы Жұмабек Тәшенов атындағы университет көптеген мемлекеттік марапаттарға ие: Ленин ордені, Еңбек Қызыл ту ордені, құрмет белгісі және медальдар. Экономика ғылымдарының кандидаты Жұмабек Ахметұлы Тәшенов 1986 жылдың 18 қарашасында қайтыс болды. Шымкент қаласында жерленген. Жұмабек Ахметұлы Тәшенов атында Шымкент, Петропавл, тағы басқа қалаларда көше аттары берілді. Петропавл қаласы және Ақмола облысы Аршалы ауданы, Аршалы кентіндегі мектептерге оның есімі берілген. Қазақстан ұлттық телеарнасы бірқатар тарихи тұлғалар жайлы телесериал түсіріп, көрермен назарына ұсынған болатын. Оның ішінде жоғарыда аталған Тәшенов тұлғасын қатысты Тәшенов қайталас атты телехикаяда түсірілген.
Телехикаяның басты рөлін сомдаған Шахмет Құсайынов атындағы Ақмола облыстық қазақ музыкалық драма театрының белді актері Төлеубек Онбайұлы. Жұмабек Ахметұлы Тәшенов туралы жазылған кітаптар. Шымкенттік суыт салма айтыскер ақын Әселхан Қалабекова өз толғауында Жұмабек Ахметұлы туралы мағыналы жыры сол кезде көпшіліктің көңілінен шыққан екен. Өтер жылдар, жетер жылдар жаңғырып, сөзбен ісін өткен шаққа қалдырып, ұлт тағдырын биік қойған биліктен арыстардың аты өлмейді мәңгілік.